Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Ақнұр. Бүгін сіздермен осындай жеңіл әрі оңай салаттың рецептімен бөлісемін. Менімен бірге болыңыздар. Ол үшін біздерге мен мына жерде капуста және сәбіз, болгар перецін чөркіден өткізіп алғанмын. Мен осындай барлығын ұсақтап осылай чөркіден өткізіп алдым алдын ала. Мына жерде ыдысымда менің қайнаған ыстық суым бар. Осы қайнаған ыстық суымыздың үстіне тұзымызды, қантымызды және уксус, менде яблочный уксус және де сұйық майымызды құйып, бір араластырып жібереміз. Қанша керектігін салатымызға мен описаниеге жазып кетемін. Дайын болған суымызды жаңағы капусталарымыздың үстіне құйып аламыз. Және де мына жерде чеснок бар. Енді осыны жақсылап араластырып аламыз. Дайын болғаннан кейін, жақсылап араластырғаннан кейін, осыны крышкасы жабылатын банкімізге салып, бір түн немесе күндіз дайындасаңыздар, кешке ашып жеуге болады. Мен осылай крышкасы бар банкіге салып алдым. Негізі 2 жарты литрлік банкіге салсаңыздар жетеді. Крышкасын жауып қойдым мен. Енді ертең осыны күндіз күні ашып жейміз. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Астарыңыз дәмді болсын.